Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша шолу айдары. Бүгін сіздермен Астана қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайымен танысып өтеміз. Ел ішінде пирамида аталып кеткен сарай Астананың назар аударарлық орындарының біріне айналды. Көптеген шетелдік және отандық туристер оған баруға кеңес береді. Небәрі 13 айда бой көтерген бейбітшілік және келісім сарайы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясымен салынған. Ал жоба авторы британдық сәулетші Норман Фостер. Ашылу салтанаты 2006 жылдың 1 қыркүйегінде өтті. Ал үшбұрыш формалар алтын қима принципіне сәйкес салынған. Табан ұзындығы 62 метр, биіктігі де 62 метр. Ең төбесінде тек ішінен көрінетін 130 көгешін белгіленген күмбез бар. Ол не деп ойлайсыз? Ол Қазақстанда өмір сүріп жатқан түрлі ұлт өкілдерінің достығын білдіреді. Тағы бір қызықты ақпарат, дәл Париждегі Эйфель мұнарасындай бұл сарайдың көлемі ыстық суыққа байланысты өзгеріп тұрады. Норман Фостер қаланың күрт континенталды климат жағдайын ескеріп, пирамида негізін өзгермелі тіректерден құрастырған. Сондықтан да Астананың ауа температурасы минус 40 градусқа жеткенде конструкция 6 сантиметрге қысылып, ғимарат пішінінің бұзылуына жол бермейді. Мақтанарлық жағдай бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшыларының 6 жиыны өткен. Ешбір мемлекетте бұндай жиын әзірше өткізілген жоқ. Ішінде 1300 адамдық опера залы, 60 градус бұрышта қиғаш қозғалатын лифттер, Қазақстанда тұратын әр ұлттың ұлттық киімдер көрмесімен ерекшеленетін атриум залы, қысқы бақ және бесік залы орналасқан. Ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бұл бізді жаңа қысқаша шолуды жалғастыруға жігерлендіреді. Ойыңыз болса, жаза кетіңіз.